Бірінші таймда момент болған шығар, и жаңағы пенальти. Күмәнді деп айта аламын пенальти. Варда подсказ берген шығар оған, бірақ Варды өзі қарау керек еді деген ойдамын. Негізі Ақтөбе жанкүйерлерінің қоятын талабы басқа мысалы Қызылжарға атыл, Жетісуға атыл, оған қатты мән бермейді да. Дәл сол Қайратқа жеңілме деген бір настроенмен жүреді. Иә, кішкентайымыздан айтады сол бапкерлердің бәрі бізге. Басқасы Қайраттан жеңілме. Иә, сол айтады, иә. Қайратқа тоже сондай 2 еселенген бонустар болған. Если отқанда сол бонус алатын едік. Шамамен бір 15-16 төреші қалады. Сол 15-16 төрешінің ішінен именно Бағдат Абдуллаевты неге қойған мен түсінген жоқпын да. Именно осы Ақтөбенің матчын төрешілікке. Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті Спорт Пульс YouTube арнасының көрермендері. Бұл доп жетпес бағдарламасының кезекті шығарылымы. Футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 13-ші тур ойындары өз мәресіне жетті. Біздер арнайы Алматыдан Ақтөбеге, Ақтөбе Астана матчын тамашалауға келдік. Әріптесім Әлібек Кенжалымен бірге, біздің тұрақты сарапшымыз Әлібек. Және бүгін біздің студиямызда қонақта Ақтөбе футбол клубының ойыншысы Аян Байдәулетов. Аян, қош келдің. Ассалаумағалейкум, рахмет. Енді бірінші Ақтөбе Астана ойыннан бастайық. Ендеше біз кеше өз көзімізбен тамашалап стадионда болдық. Ойынды көрдік. Аян, енді өзің бір ойынды қорытындылап бір пікіріңді айта өтсең. Ойын жайлы өздеріңіз көргендей, қайтадан бізге сәттілік жетіспей қалды деп ойлаймын. Бірнеше моменттеріміз болды, 100% моменттеріміз болды. Соларды мүмкіндігімізше пайдалана алмадық. Бұлай ойын туралы айта кетсек, біз Астанадан басым ойнады деген ойдамын. Себебі даже моменттерді қарасақ, оларда бірінші таймда момент болған шығар, и жаңағы пенальти. Күмәнді деп айта аламын пенальти. Сол ал бізде бірнеше моменттер болды. Қайтадан сәттілік жолдас болмады бізге. Күмәнді дегенде қалай енді төрешінің шешімімен келіспейсің ба сен бұл жерде? Білмеймін, себебі біздің қақпаға тоже бірнеше моменттер болды сондай спорный. Ол төреші Варда подсказ берген шығар оған, бірақ Варды өзі қарау керек еді деген ойдамын. Себебі біздің воротаға қойған кезде ол Варды кәдімгідей барып қарады. Неге біздің ворота тоже қарамады дегендей. Сондай ойдамын өзім. 5-6 рет бір қайта-қайта құлағын тыңдады ғой. Аянның өзі де құлаған кез болды ғой. Негізі. Сол кезде негізі тексерді бұла тихо проверкамен. Иә, көрдім. Ол кезде өзің қалай ойлайсың? Ол жер спорный шынымен де айтқан кезде. Себебі контакт болды, бірақ өзім айта алмаймын 100% болды деп. Бірақ Оралханға көтерген кезде Данияр. Баспен ұрған. Иә, сол кезде енді андай затқа пенальти қоймағанда басқа пенальти білмеймін енді. Иә, айнат сен қалай ойлайсың? Қолы денесінен тым алыс болды. Менің ойымша бұл жерде пенальти болған жоқ. Негізі өйткені қолға емес, денеге тигені көрініп тұр. Одан кейін біз енді трансляция жағынан кішкене өте проблема байқаған шығарсың, иә, енді болдырлап тұр ғой, көру мүмкін емес. Біздің Ақтөбедегі кейбір пабликтер сол өздеріне ыңғайлы ракурстарды алып, түсіріп, соларды жаңағы дәлел ретінде көрсетіп жатыр да. Бірақ меніңше ана жерде қолға тимегені, 0.5-пен қараған кезде шамамен солай көрініп тұр маған. Пенальти болмаған секілді. Иә, менде Астананың жеке парақшасы бар ғой, Gol.kz дейтін. Мен де сол жерде қарадым. Бірінші денеге тиіп қолға тиген сияқты болды да, бірақ андай да, біздің пенальти болатын кезде бірақ соны кім құлаған кезде Тамасов қой, сол құлаған кезде бірақ ракурстан көрсетті, соны пенальти екен. Ал біздің эпизодтарда, Ақтөбенің эпизодтарын андай 10 камерадан көрген кезде бір камерасы әйтеуір денеге тиіп қолға тиген сияқты болды. Бірақ бұлай артынан қараған кезде негізі баспен ұрғаннан кейін қолына тиген сияқты болды. Доп негізі қақпаға ұшып баратты ғой. Менің ойымша ол пенальти болды. Бірақ білмеймін енді. Мен ең бір андай қызық заты КФФ-ның неге алдында мысалы Тобылға қарсы осы Бағдат Абдуллаев болды ғой. Ол жерде де енді
айқай шу болды, ол да матч сондай айқай шумен бітті да. Сол төрешіні қайтадан неге Ақтөбеге қойды дегенде, мысалы бізде қазір КФФ-да қателеспесем бір 20-ға жуық па сондай төрешілер бар, қателеспесем. Оның ішінен енді мысалы Саят Сөйлікановты алып тастаймыз, ақтөбелік болғаннан кейін астаналық бір төрешілерді алып тастаймыз, бір шамамен бір 15-16 төреші қалады. Сол 15-16 төрешінің ішінен именно Бағдат Абдуллаевты неге қойғанын мен түсінген жоқпын да. Именно осы Ақтөбенің матчын төрешілікке. Содан кейін ана Ақтөбеде ТКБ деген топтары бар ғой өздерінің осы жақтағы. Алдын ала жазғы төрешілердің бір ықпалы қысымы болуы мүмкін деп алдын ала сондай пост салды. Одан кейін 2022 жылы Ақтөбе чемпион болуға сәл қалған кезде білесің ғой, тобылмен қысым болды. Соңғы ойын Ордабасы мен Шымкентте өтті. Сол кезде де кімге қарсы? Таңжарыққа қарсы қателеспесем пенальти қойылды. Сол кезде варды осы төреші болған екен. Олар варды қарады, варды қараған кешегі төреші демек. Бүгінгі ойында да енді негізгі төреші болып. Білмеймін енді не үшін қайта бұлай осы төрешіні қоя береді деген ба? Қоя береді. Иә, мен де түсінбеймін. Сұрақ үлкен. Енді сұрақ ол бізге емес, ол КФФ-ға. Астанаға қарсы ойында ғой сосын. Иә, енді ойынға өтейік. Сәл бір аян енді бірінші минуттан бастап қосалқы құрамнан бастадың. Мен үшін былай түсініксіз жағдай болды. Сен Қызылжарға қарсы нәтижелі пас бердің да. Негізі жаман емес матч өткіздің, толықтай 90 минут өткіздің да. Осы матчта қосалқы құрамда отырып қалдың. Ол не себеп? Бір бапкер бұл түсіндірді ма, не үшін деген сияқты. Негізі шыны керек айтқанда маған ешкім айтқан жоқ, неге осылай болып қалды деп. Себебі бізде футболда матчқа дайындық қалған кезде недельный цикл басталады ғой. Сол кезде ойнап, өзім сезініп жүрдім, бірінші минуттан бастаймын деп алғаш рет. Сосын предыгровой тренировкада қараймын, тренер қасыма келіп айтады, көп ойлама, ничего страшного дейді. Саған рассчитывать етемін, сонда да дайындал дейді. Сосын матчтың алдында келіп айтты, екінші таймда дайындал, шығасың дегендей. Бірақ оған қатты мен мән берген жоқпын, главное ойнап шығып жүрдім. Соған да жақсы рахмет айтамын тренерге. Шығарып жүр хотя бы. Өкпе болған жоқ қой бапкерге. Әрбір футболист шамалы енді шығайын деп ойлайды ғой. То, что сен сезет шығатынын ше. И соңғы уақытта шықпай қаласың дегенді білгенде шамалы болады ондай. Бірақ негізі Левчук қазір жастарға жақсы мүмкіндік беріп жатқан сияқты, басқа біздің премьер-лигадағы бапкерлерге қарағанда. Топ клубтар. Я мысалы кеше былай қарасақ, екінші таймда бізде ортада кім ойнады? Дархан, Аян, Данияр. Оларда Аманович, Крипши, Эбонг. Былай қарап тұрсақ. И мен ойымша біз олардан ничем не хуже были олардан. Моменттерді создавать еттік дегендей. Бізде моменттер көбірек болды. Ойнауға болады. Сосын енді қазір Ақтөбе кеше стадионда да бірінші таймнан кейін оны айтып өтті. Георгий Жуков қосылды. Ол енді сенің тікелей қарсыласың болып тұр ғой. Енді конкурент болып тұр ғой тікелей. Оның келгенді саған қалай? Негізі өзің керісінше бұл мотивация ма, жеңіп шығуға, әлде қосалқы құрамда отырып қаламау деген бір ой бар ма? Ой, қорқыныш бар. Наоборот, конкуренция деген меніңше жақсы ғой. Сен андай конкурентің еще андай жақсы уровеньдағы Европада ойнаған опыты бар адам болса, меніңше мен наоборот прогресс болады деп ойдам. Конкуренциямен бірге қоса. Көреміз енді. Футбол болсын бәрі болады. Сосын жаңа сұрай өтейін дегенім, осы жақын арада енді жастар құрамасы ойнады ғой. Ондары. Иә, сол кезде енді біздің Ақтөбеден Дархан Бердібек шақырылды да. Сен шақырылмай қалдың, бірақ енді соңғы уақытта сен шығып жүрдің. Керісінше Дархан шықпай жүрді. Сол саған бір өкініш болған жоқ қой, неге мені шақырмады деген. Әрине, ұлттық құрамаға барғым келді өзім U21-ге бірінші рет. Себебі анда атмосферасы да бөлек, тренировкаларда былай балдармен ближе боласың. Отборочный, еще официальный ойын болды ғой. Әрине барғым келді, бірақ тренерлер солай шешкен шығар. Келесте шақыру мүмкін деп ойдам. Келесте оларда күз сентябрьде болады вроде официальный ойын Англияға қарсы. Бұйырса Алла қаласа соған дейін практика жинап, ойнап шақырылам деген ойдамын. Ол уақыты келген кезде шақырылам ғой өзім. Солай ойлаймын.
бұйырса енді алда шамамен 20 күннен кейін де Ақтөбені үлкен ойын күтіп тұр Польшада. Легия Еуропа лигасы, енді қалай ойлайсың өзің? Сондай алпауыт қарсыласқа тап болдыңдар. Мен ондай сұрақтардан қатты опытный емеспін. Өзім бірінші рет сондай вообще Ақтөбемен басқа сондай Еврокубоктарда бірінші рет соны қатысайын деп жүрмін өзімді. Шыны керек, ондай өзім де білмеймін қалай болатынын. Бірақ енді менің ойымша бізде шанстар бар. Себебі футбол болғасын, мысалы қиын болады, себебі олар ана жылы вроде Лига конференцияда Челсимен ойнаған секілді, 1-4 ма. Ойнаймыз енді футбол болғасын. Ұтуға тырысамыз әрине. Енді Легияның фанаттарын былай көрген шығарсың. Содан бір қорқыныш жоқ па стадионда? Кішкентай кезде барған кезде футболға бір реттей сол кезде Лигамен ойнаған дома. Сол кезде көрдік қой бәрін. Ол кезде шамалы кішкентай болдым. Кинг-конгтар келді ма? Шамалы қорқынышты болды матчтан кейін. Төбелес, сырт алаңда бір андай 50 мың 40 мың адам айғайлап жатқан кезде Легияның фанаттары үлкен қысым ғой енді. Содан қорықпайсың ба деген. Сезініп көрейін бірінші сосын айтамын. Бірақ қазір айта алмаймын қалай болатынын. Не болса да опыт болады деген ойдамын. Сол айтамын. Жалпы мен енді бір 2 турға артқа өтейік. Қайратпен болған ойында өзің алғашқы голын соқтың. Жалпы қандай сезім болды? Былай өте эмоционалды түрде былай қуанғанды көрдік. Шыны керек, андай екі жақты болдым, себебі бір жағынан өзім бірінші рет шықтым сол Қобыландыда, КПЛ-да именно. Гол салдым, бірақ бір жағынан біз обидно ұтылып қалдық. Вообще түсініксіз ұтылып қалдық менің ойымша. Әлі күнге дейін қалай ұтылғанымызды түсінген жоқпын, себебі 11 адам болып, бір адамға басым болып ойнадық. Сөзім жоқ ондай, прям түсінбеймін әлі күнге дейін. Бірақ гол салғаныма әрине қуаныштымын, себебі кішкентай кезімнен бастап Ақтөбеде ойнадым, молодежный командаларда қарадым сол футболға, стадионға келіп. Әрине әрбір баланың арманы сол Қобыландыда гол салып, әсіресе еще Қайратқа вообще өте жақсы сезімдер болады. Негізі Ақтөбе жанкүйерлерінің қоятын талабы басқа мысалы Қызылжарға атыл, Жетісуға атыл, оған қатты мән бермейді. Дәл сол Қайратқа жеңілме деген бір настроенмен жүреді. Кішкентайымыздан айтады сол бапкерлердің бәрі бізге. Басқасы Қайраттан жеңілме. Сол айтады. Негізі енді былай, қазір жассың ғой сен, болашақта енді алдағы уақытта қазақстандық басқа клубтардан ұсыныс түсіп жатса, бәлкім Қайраттан, бәлкім Астана, Ордабасы деген сияқты командалардан қалай қарайтын едің? Білмеймін, Қайратқа енді болмайтын шығар. Бірақ білмеймін, енді футбол болғасын, мысалы мен қазір осылай айтамын, бірақ сосын болмай қалса дегендей. Алда не болады? Мысалы енді көптеген случайлар бар ғой. Мынаны істемеймін дейді футболист, мынаны істемеймін, бірақ сосын уақыт өте келе солай болып қалады. Просто өз айтқан сөзімді айтқан сөзім өзіме қарсы болмасын дегендей ғой. Бірақ Қайратқа көшпеймін. Аға буындағы Максим Самородов сол айтады ғой, мысалы Қазақстан премьер-лигасына келетін болсам, тек қана Ақтөбеде ойнаймын, басқасы қызық емес деп. Оны қолдаймын, мнениесін. Себебі үлкен ағамыз сияқты ол Макс. Жалпы осы қазір енді Ақтөбе 4 ойын жеңе алмай келе жатыр ғой. Қазір раздевалкадағы жағдай, қазір ішкі атмосфера деген сияқты заттар қазір қандай жағдай болып жатыр қазір Ақтөбеде? Әрине, біз ұтқан кезде оның алдында 5 ойын қатарынан ұттық, бірінші орында болдық, командада атмосфера бәрі жақсы болды. Бірақ қазір өкінішке орай осындай түсініксіз жағдайлар болып жүр. 10 адаммен 2 рет ұтылып жүрік. Сәтсіз эпизодтар көп, мысалы. Моменттерімізді көп қолдана алмай жүрміз. Атмосфера команда сол бабында, сол уровеньда нормальный атмосфера. Просто бізге шамалы шыдамдылық керек деп ойлаймын. Соның бәрін өтіп, қайтадан выигрышный серияға ораламыз. Жалпы ойыншылар бұлай бапкерге сенеді ғой, Әрине.
былай жеңілістен кейін былай ауысады дейтін әңгімелер көп Жоқ. шығып жатыр да қазір. Мен ондайға көп мән бермеймін, бірақ мен сендім, то что командада игроктар бапкерге сенеді. Біз потому что бір зат жасаймыз, ұту, ойынға шығу, көрсету өзімізді. Орысша айтқанда мы в одной лодке дегендей бәріміз. Левчук қалай негізі былай бапкер ретінде жаттығу барысында? Шыны керек, маған өте қызықты тренировка жасаған, себебі әр тренировкада әртүрлі жаттығулар, мысалы кейбір бапкерлерде бір нәрсені қайталана істей бересің, ал ол Левчукте біздің тренерде әр тренировкада новый жаңадан бір жаттығу ойлайды, қызықты өтеді, және де көп тактикалық тұрғыда көп жаттығу жасаймыз біз. Енді алда тактикалық тұрғыда енді ол бір айда 2 айда болмайтын зат қой сразу. Мен ойымша бәрі алда деп ойлаймын. Бірақ тренировкалары маған өте ұнайды, қызықты өтеді. Бұл видео біздің достарымыз Parimatch'тың қолдауымен шығып отыр. Олардың телеграм арнасына сілтеме комментарийде бекітілген. Parimatch'тың телеграм арнасына өте отыра сіздер олардың ұйымдастырып жатқан акцияларынан хабардар бола аласыздар. Келесі матчтарға да тоқтала өтейік. Бізде Алматыда өте қызықты ойындардың бірі болды. Қайрат Қызылжар, қызыл қағаз көрсетілді бұл жақта, және Громыко гол соқты. Тоқтар Жаңылышбайдың қызыл қағаз жайында не айтасың? Бірінші негізі төреші көрсетем деп ойлаған жоқ, Қанды көріп көрсеткен сияқты болды. Былай, бірақ қате болса енді бар. Негізі дұрыстайды шығар, бірақ шынтақпен тиді. Аса көп ойыншыларда көп дауласқан да жоқ. Ойыннан кейін Чучичта оны аса қозғаған жоқ. Енді Қайрат жеңді. Былай негізі мен алдындағы Громыконың Ақтөбемен ойнаған кезде көрсеткен жест үшін сол үшін бір дисквалификация бере ма деп ойлап едім да. Жоқ, ішіне берген жоқ, тек қызыл қағаз үшін сол бір матч дисквалификацияны өткізді, осы ойында шықты, голын салды. Сол жалпы енді Қайрат қазір жеңісті серияда жеңді. Өткен матчты жеңе алмай қалды, Жетісуға қарсы, енді қазір жеңді. Өз алаңда осы Еврокубоктың алдында өте маңызды психологиялық тұрғыда жеңіс деп ойлаймын. Енді қазір осы турдан кейін қазір 2 жаңа алған ойыншысы бар ғой, 2 бразилиялық. Бразилиялықтар акцент беріп жатыр ғой. Бразилиялықтар 2 бразилиялықтың орнына 2 бразилиялық келді ғой. Элдер мен Жоау Паулудың орнына мына 2 Рикардиньо мен тағы екіншісі бразилиялық келді. Енді көреміз бұлардың қалай сіңісіп кететінін, Дастан Сатпаевтың жаңа позиция көше ме, көшпей ме, Жоржиньо қалай болады деген сияқты. Сол енді Қайрат жеңді. Қызылжарда енді соңғы минутта 94-те ма, 93-ші минутта ма Сибайдың 1-1 шыққан мүмкіншілігі болды 10 ойыншымен. Негізі сол голды салған кезде енді Қайрат дейтін өте өкінішті болатын еді. Қайратта енді жаңа Дастан Сатпаев сен құрдасың ғой? Жоқ, ол 2 жылға кішкентай. Қалай былай қарым-қатынас араласасыңдар ма, әлде қалай? Жоқ, ондай. Бір-бірімізді танимыз әрине, бірақ осылай араласпаймыз ондай қатты. Осы қыркүйекте енді танысады деп ойлаймын. Негізі Дастан мен Аян сол кезекті матчта ма? Кезекті матчта емес, жастар құрамасында екеуі бір құрамада ойнайды деген сенімдемін. Одан кейін бізде Семейде кезекті ойын өтті. Елімай Тұран есеп 2-1. Қазір Елімайдың жанкүйерлері Карповичке аут деп жатыр. Ол біздің не сияқты ғой, біздің Ақтөбеде зигазагын айқайлайды ғой, матч сайын, сол традиция болып кеткен сияқты, сол Карпович аут деп айқайлайды. Ол сол маусым басталғаннан бері сөйтіп айқайлады ғой, сол Атыраудан бірінші жеңілгеннен кейін сөйтіп айқайлап жатыр. Жеңді, Карповичтің өзі де айтты, қазір командадағы жағдайымыз бір ауыр, қазір трансфер терезе ашылғаннан кейін көптеген ойыншыларымыз кетеді деп, қазір жағдайымыз онша емес деген сияқты соған келтірді. Жеңіске жетті. Бірақ білмеймін, ары қарай Елімай қандай амбициясы бар екен, қандай үштікке таласа ма, үштікке таласатын жағдай бар ма, жоқ па дейтін. Көреміз енді. Тұран сапынан соққанына Ерасыл Сәрсенбай ғой деймін, Ерасыл Сәрсенбай, Кюжелиганың түлегі. Керемет гол соқты сол аяқпен, сол ақай ойыншы ғой деймін өзі. Сол ақай ойыншы сияқты, оны да Карпович айтып өтті, енді осындай голды енді өмірінде ешқашан соқпайды шығар деп. Білмеймін, енді көреміз.
ол да жаңа Ол ана қарады пас бергісі келді, негізі ешкім таппады, сосын өзі тебе салды ғой. оны ешкім Елімайдың ойыншылары да ешкім жапқан жоқ. Ол Елімайдың ойыншылары өздері де сенген жоқ сияқты, олар солай ұрады деп. Ұрып сол 9-ға тиеді деп те ойламаған сияқты болды да. Енді солай болды. Соңғы минуттарда Жанали Пайрус сол Карповичті негізі құтқарып қалған сияқты болды. Сол енді Тұран дейтін енді бұл ойынның алдында көптеген әңгімелер болды. Жалпы матчқа келе ма, келмей ма, келсе қандай құраммен келеді деген сияқты. Келді, жарты легионер келді, жарты легионер келген жоқ, бапкері Жуковский да келген жоқ, Стасевич, Юденков дейтін, Хацкевич дейтін ойыншылар келген жоқ. Қалғандар келді, ойнады. Қазір жалпы қандай білмеймін, Тұран не болып жатқан. Енді қазір айта берейінші, аттарын мен уже андай біз не сияқтымыз, андай Гарри Поттерда сияқты, андай атын атауға болмайды деген сияқты. Мысалы Ұлықбек Асанбаев болды қазір Тұранда. Оның қасында Дони дейтін кісі болды. Ақтөбеде де істеді, Ордабасыда да істеді. Сол кісі екеуі қазір Ертіске кетті. Ертісте енді бір жақсы бір ойыншыларды шақырып жатыр. Оның ішінде де бір Ақтөбенің де бір ойыншысы бар секілді. Онымен де келіссөз жүргізіп жатыр дейтін сыбыс бар. Ол қаншалық шын өтірігін білмеймін. Қайыров па? Бағдат Қайыров туралы, өте бір Бағдат үшін өте бір тиімді условия. 3 жылға деген. 3 жылға предлагать етіп жатыр. Енді білмеймін, қалай болатын. Сол Ұлықбек Асанбаев енді өзінің баяғы танысы Ренат Әлуетовті шақырды, бапкер қылып. Бірінші ойында жеңіске жетті. Енді шығамыз деп тұр ғой. Негізі Каспий, Шахтер, енді Ертіс 3 команданың екеуі премьер лига шығады, қалғандар аса қатты таласпайтын да сияқты ғой бірінші лигада. Сол енді қазір Ұлықбек Асанбаев кеткеннен кейін Тұранның жағдайы қалай болады, Ертістің жағдайы жақсы болатынын білеміз. Қазір көптеген Шамко, Кенесов, Жұмабек, Бағдат Қайыров, тағы да көптеген ойыншылармен келіссөз жүргізіп жатыр. Енді олар сол шығады деп ойлаймын. Енді Тұран қалай болатынын білмеймін. Жаңағы енді Тұранда, сосын Атырауда бізде проблемалар өте көп, қаржылық болсын, басқа да проблемалар. Ақтөбеде ондай жоқ шығар, мысалы енді жалақы барлығы тұрақты төленіп жатыр ма қазір? Бәрі уақытында түседі. Ондай проблема жоқ, бәрі жақсы. Жақсы болады деп ойдамын, әрі қарай тоже. Енді андай жеңісті ойындарда бір премия қарастырыла ма сіздерде қалай? Әр ойын сайын ұтсақ премия болады, бонустар секілді бәрімізге. Жоқ, андай бір ерекше матч, мысалы алдында біз естідік қой, мысалы Қайрат Ақтөбеге қарсы бір ерекше бонустар. Айтерге бола ма? Сол Ақтөбеде бар ма, мысалы кейбір қарсыластарға қарсы бір ерекше бонус дейтін? Бонустар болады. Қайратқа тоже сондай 2 еселенген бонустар болған. Если отқанда сол бонус алатын едік. Бірақ сендер алмай Қайрат алып кетті ма? Сендер алмай Қайрат алып кетті. Және Ақтөбе қазір енді негізгі қарсыластарына жеңіліп жатыр ғой. Астанаға, Қайратқа. Өзің енді қалай ойлайсың? Чемпион болуға үмітті ме әлі Ақтөбе, қалай? Әрине, неге жоқ? Всего лишь только бірінші круг бітіп жатыр бізде. Әлі целый бір круг бар. Не болатынын бір Құдай біледі. Бірақ чемпиондыққа біз таласамыз. Одан кейін бізде Оқжетпес Ордабасы матчын айта кетейік. Бұл Шымкентте Қажымұқан стадионында болғанымен негізі Оқжетпес өз алаңында қабылдап жатыр ғой. Қазір ол жақта стадионда реконструкция болып жатыр Көкшетауда. Ордабасының жанкүйерлері де наразы. Ойын жоқ деп жатыр. Ойын жоқ дегенге мен негізі аса қатты келіспеймін. Алдыңғы сол Елімайға қарсы ойнаған кезде өте жақсы ойнады. Бірінші таймда да, екінші таймда да жалпы жеңіске жақын болды. Сол ойында болмаған жаңа фарт осы ойында келді ғой. Соңғы минуттарда Сағадат Тұрсынбай гол салды. Жалпы былай тең ойын болды. Сол тең ойында Ордабасы бір голын салып кетті. Көптеген жаңа Кайода, Чанаджа дейтін ойыншылар енді кетеді деп естіп жатырмын. Енді олардың орнына кім келетінін білмеймін да. Ол туралы әлі мәлімет жоқ. Енді Ордабасыда осы Еврокубоктың алдында негізі көптеген ойыншылар алу керек қой, енді олар кететін болса. Бірақ енді олар енді Ақтөбеге қарағанда сәл жеребе серіктес болды. Оларға енді Торпедо Кутаиси түсті. Негізі оның
өтуге енді қауқары бар ғой, ордабасының жеңетін шығар. Сол оқжетпес туралы алдында Астанаға қарсы бір екінші қақпашы шығып бір күмәнді заттар болып еді. Соны кеше Бабаяннан сұрадым, аса қатты жауап бергендер жоқ ол туралы. Сол осы ойында ешқандай былай өзгеріс болған жоқ. Қайтадан бірінші Қажымқан Төлепберген қайтадан қақпада тұрды. Былай енді бізде білмеймін, күмән нелер көп қой, матчтар көп қой. Бабаян мен кеше баспасөз мәслихатында ерегесіп қалдыңдар ма, қалай болды өзі? Ерегестім дегенде менде бір тікелей сұрақ болды, тікелей сұрақтан қашты. Жалпы мен сұрадым, осындай әңгімелер болып жатыр, екі ойым қатарынан жаңағы бірінші оқжетпестің ойыншылар шықпай қалды дегенде, осы ойыннан кейін төрешілік жағдай болды, бұл сізге бұл әсер ете ме, әсер етпей ме деді. Бірінші сұраққа жақсы, жаман емес жауап берді. Жаңағы бізге ешқандай әсер етпейді, мен ойыншыларға айттым, бұлар оқымаңдар, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деп. Екінші сұрақтан енді қашып бара жатыр еді, енді келесі сұрақ деп. Сосын мен былай тікелей сұрадым, енді төрешілікті ұмытып кеттіңіз ғой деп. Ол енді айтты, мен төрешілікті былай аса былай талқыламаймын деді. Бірақ мен білуімше былтырғы Атырауының ойыннан кейін, осы жыл ойындан кейін ол төрешілік туралы былай ұялмай айтатын кісі ғой. Ол қателік болған кезде өзіне айтуға тиімді кезінде айтады. Если мүмкіндік болса, ол айтады. Кеше неге олай мен ешқашан бұл айтпаймын, естідіңіз ба деді. Мен естідім деп едім. Енді сол бір мысал келтіріп айтайын деп едім. Онда сіз айтыңыз деді. Төрешілік менің пікірім кімге керек ол жерде? Ол мен бапкер ретінде, оны сол Бабаянның пікірін білгім келді. Соны мен әйтеуір жауап берген жоқпын. Сөйтіп қашты. Әдеттегенше Бабаян сол. Басқа ештеңе жоқ. Кеше Бабаян баспасөз мәслихатында осы Ақтөбедегі Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионның алаңын сынап жатыр да. Өте нашар деп. Енді нашар деген жоқ ол. Нашар дегенде қиылмаған деді ма? бір күн бұрын келген кезде газонды қимаған деді да, доп жүрмейтін болды. Ал бүгін ойын күні болған кезде алаң мүлде басқаша болды деді. Доп тезірек жүрді, оған қоса суарды, бөлек темп болды дейді да. Біздің жаттығу және ойында ойынның темпі бөлек болды дейді да. Біз дұрыс оған былай адаптироваться алған жоқ деген, бейімделе алған жоқпыз деді. Ақтөбенің жасаған бір айласы болды деп айтты ғой. Сөйтіп соған келтірді, ол тікелей айтқан жоқты, соған келтірді. Ол енді беспредел деп сондай әңгімелер кетті, енді так не может быть деп сондай әңгімелер айтты. Жалпы сізді сол бір күн бұрын жаттығу өткіздіңіз осы орталық стадионда. Сізге сол алаң қалай болды? Алаң кәдімгідей алаң сияқты, енді бір тренировкада аса қатты өзгермейді деп ойлаймын. Футбол ойнай алмай қалады деген сөз емес қой, егер шамалы не подстрижен болып тұрса газон. Бірақ білмеймін, ол андай просто айтатын нәрсе болмады ма. Біз өзімізді только бір күн бұрын жасадық, Астана сияқты сол орталықта. Оған дейін бізде тренировочный поляда жасаймыз. Ол тоже әртүрлі Қобыландың отличиялары болады. Ондай қатты әсерін тигізді деген дей алмаймын. Сылтау болған сияқты негізі Бабаян тарапынан. Білмеймін, енді бұл жерде Бабаянды түсіну керек, анда футболда мелочтар болмайды дейді ғой. Ол да мүмкін олар енді жасанды алаңнан келіп тұрғаннан кейін, біз енді көп емес қой, табиғи алаңдар көп емес қой. Оларға да енді былай ыңғайсыз ғой, бейімделу, неге жасанды алаңнан кейін, Астана аренадан кейін, сол мүмкін қиын болып кеткен шығар. Өзіңе қалай Аян, жалпы жасанды алаңда ойнаған ыңғайлы ма саған, әлде табиғи ма? Әрине табиғи. Өте ыңғайлы, себебі травмалар да аз болады. Топта тез жүреді, ойынның темпі бөлек болады. Ал искусственный поледа шамалы қиындау ойнау. Қостанайда бізде келесі ойын өтті. Тобыл мен Жетісу есеп 2-1 аяқталды. Әлбек, айта өтсең ойын туралы. Ойын туралы, сол біздің бұрынғы футбол қарап бастаған кездегі бір ерекше дерби бар еді. Нұрбол Жұмасқалиев пен Самат Смақовтың ойыншы, қазір енді бапкер ретінде бір кішігірім дерби болды. Ойын бойынша сол ойынның басында Чесноков өте бір дөрекі Кавлиновқа былай басып кетті ма, аяғымен сондай бірнәрсе болды. Ол сотрясение алып ойынды ары қарай жалғастыра алмады. Сол туралы Самат Смақов айтып өтті. Ойыннан кейін қайтадан сол төрешілер туралы айтты да. Неге былай деген сияқты, ешқандай сары қағаз ештеңе көрсетілген жоқ. Сосын бірінші таймнан кейін мен өзім ойыншыларыма айттым. Бізге қарсы осылай дөрекі ойнайтын ойыншыларды біз де солай
солай жауап қайтару керекпіз. Сол себептен біздер былай андай сондай тәсілді қолдану керекпіз бізде деген сияқты әңгімені келтірді. Жалпы былай ойын бойынша айтты. Мен өзім бірінші таймда өзім қателігім болды. Бапкер ретінде 2 гол жіберіп қалған кезде екінші таймда былай ойынды теңестірдік. 1 гол салдық, бірақ сәл жетпей қалды деген сияқты. Сол тек Тобыл қазір енді Астана екеуі жоғалтқан ұпайлар бойынша бірінші орында тұр ғой 33 ұпаймен. Сол енді Тобылдың бір үлкен плюсы енді Еврокубок жоқтығы ғой. Олар қазір көп демалады. Білмеймін, Ақтөбенің негізі Легиямен қателеспесем 17-сі күні қарымта кездесу болады да, 2 күннен кейін негізі Тобылмен ойын жазылып тұр. Былай мен білуім бойынша Ақтөбенің басшылығы қостанайлықтардан сұрап көреді ойынның кейінге шегерілуін. Бірақ білмеймін енді қаншалықты ол Тобыл оған келіседі, келіспейді деген сияқты әңгімелер. Тобыл енді негізгі Ақтөбенің ең негізгі қарсыласы Тобыл ғой, негізі Қайрат емес. Тарихта жанкүйерлер жағынан енді Қайрат болып кетті да қазір. Былай негізі Тобыл ғой. Үнемі кезінде Огай мен Мұхановтың кезінен бастап солар. Қазір енді трансферлік терезе ашылып жатыр. Көптеген командалар Еврокубокта ойнайтыны бар, ойнамайтыны бар. Екінші айналымға құрамдарын жасақтап жатыр, күшейтіп жатыр. Енді осы ретте Ақтөбеде кеше Жуков келді, енді Шушиначев қаладан байқап жатырмыз дейді. Шушиначев келетін ол басшылықты не істеп жатқан жоқ. Негізі Шушиначев келу керек. Талғат Қусияпов кеше сол баспасөз қызметінде сол Левчуктан негізі өзімді сұрап едім, қандай позициялар негізі керек деп сізге. Маған сол аяқты орталық қорғаушы керек деді. Оған дейін Талғат Қусияпов туралы бір сыбыстар болды. Негізі қаншалықты ол келеді ма, келмей ме, ол Талғат өзі келмейтін сияқты болып жатыр, былай сыбыс бойынша. Сол енді жаңа Соса дейтін ойыншы келу керек. Сосын бізден айта өтейікші, Ақтөбеден жаңа Рабиу, Ивкович сияқты ойыншыларды негізі алып тастайтын сияқты тізімнен легионердің орнын босату үшін. Сосын Шушиначев келеді, қазір енді Жуков келді, енді бір орталық қорғаушы келу керек, Соса келді. Соса сол Гондоланың аржақ бер жағы, сол Гондола сияқты бір ойыншы. Сол енді тағы да 1-2 ойыншыны қарап жатырмыз дейді. Қазақстан паспорты бар. Корзунмен де былай шықтық. Корзунға, бірақ Корзун қазір Қайратқа көбірек жақын сияқты болып көрінеді. Жалпы былай трансферлерді айтып өтсек, Атырау Хацкевич пен Тасевичті қайтадан қайтып алғысы келіп жатыр. Хацкевич қазір Атырауда жүргенде сияқты. Басқа клубтар бойынша енді Астана қазақстандық ойыншыларға көп қарамайды, көбінесе легионерлерге. Сол айтып өткен тіреуші, орталық қорғаушы, орталық жартылай қорғаушы, сосын 1-2 венгер деген сияқты. Сол қазір енді Аханону кетеді. Енді оған да бір клуб іздеп жатыр. Қай клубқа кететінін білмеймін. Аханону енді сол легионердің орнын босатқанын күтіп жатыр. Сол босатқаннан кейін орнына бір легионерді алады. Басқа клубтар бойынша енді білмеймін, аса қатты бұлай бізде ондай көп жарияламайды ғой. Инсайдерлері тек бір айта салады. Сол ертістігін білем. Қазір Ұлықбек Асанбаев келгеннен кейін ең басты мақсаты қазір команданы премьер-лигаға шығару. Басқа сыбыстар бойынша, сол тек Ақтөбе бойынша енді сол орталық қорғаушы, сол аяқты орталық қорғаушы, оны Левчук тағайындалғаннан бері сұрап жүрген негізі сол аяқты маған орталық қорғаушы керек деп. Себебі Анжелкович та, Учи Агбо да, Гайби Кики, Әлбек Қасым бәрі оң аяқты да. Сол аяқты орталық қорғаушы керек. Шушиначев жаңа енді 1-2 күндікте хабарлайтын шығар, ресми түрде. Ойын қалай бабында ма негізі ол? Енді бір уақыттар Израиль чемпионатында барған кезінде 1 гол соғып, кішкене көзге түскенде көрінді. Одан кейін РПЛ-ге кетті. РПЛ-ге емес, ФНЛ-ге кетті. ФНЛ-ге бақылаған жоқпын да, ойындарын бабында ма, қалай Ақтөбе көмектесе ала ма қазір? Қазір енді Шушиначевті бәрі жақсы жеп жатыр, бірақ жақсы жеп Қайраттағы Шушиначевті еске алады да, бірақ одан кейін көптеген уақыт өтті, ондай жылдамдығы да қазір жоқ сияқты. Бірақ көреміз енді, бірақ дегенмен бір тәжірибесі бар ғой, Қазақстанда ойнай. Негіз соңғы уақытта Сочи дейтін неде ойнады ғой, стыковой ойындарда. Сол стыковой ойындарға негізі не істеген жоқ, тізімге ілінген жоқ. Қаншалықты бабында екенін білмеймін, бірақ жарақаты жоқ. Жуковта мысалы, ол да Қытай чемпионатының соңғы турларында ойнамай келді. Ол кішігірім жарақат болып, қазір
дайындалып жатыр жеке өзін физия даярлаушымен. Шушынач оған қарағанда бір жарақатысы жоқ сияқты. Енді подкастымыздың соңына да келіп қалдық. Енді Аян, Ақтөбенің жанкүйерлеріне айтарың, жолдайтын сәлемің болса мархабат. Ақтөбе жанкүйерлеріне айтарым, рахмет сізге бізді әрбір ойын өте толы атмосферада қолдайсыңдар, келіп тұрасыңдар. Әр ойын аншлаг, билеттер тез сатылады. Сіздің қолдауыңызды сезінеміз, сіздің қолдауыңыз бізді алдыға итермелейді. Сіз біздің 12-ші ойыншымызсыз. Аян, мен енді соңғы сұрақ, осы чемпиондар лигасынан кейін андай көп видео тарап кетті да, Хвичаның андай осы Рубинда ойнап жүрген кезде ма, жас кезінде енді бір сұрақ қойды, арманың не деп. Сосын Лига чемпионов сет, чемпиондар лигасы, сол видео көп тарап кетті. Қазір де енді біз андай сондай бір сұрақ қояйық, жалпы футболдағы жалпы арманың қандай? Мен сразу ойыма Қазақстан ұлттық құрамасымен чемпионат мира ашу. Бәрекелді. Сәттілік. Сәттілік, алдағы уақыт бөліп бізге келгеніңе көп рахмет. Енді Ақтөбенің жас ойыншысын жанкүйерлер сенен өте көп үміт күтеді. Болашақта Еуропа чемпионатында аты дүркілдеген ойыншы болуыңа тілектеспіз. Алдағы бұйырса лигамен болатын ойынға да сәттілік, келеміз, жанкүйер боламыз. Келгеніңе көп рахмет. Ал құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Қош сау болыңыздар.